Ханымдар мен мырзалар, құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы, баршаңызды еліміздің ең ұлық мерекесі, ұлы қуанышымыз тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз талай сынақтарды бастан өткерген халықпыз. Дегенмен басына бақ дарыған елміз, қайсар бабалардың ұрпағымыз. Ұлы дала елі ғасырлар бойы Алтайдан Атырауға, Алатау дейін ұлан-ғайыр атырапты мекендегені жер жүзіне мәлім. Біз ата-бабамыз аманат еткен үстірт пен қарт Каспийдің жағасы, Сыр мен Ертістің арасы алып жатқан дархан даланың заңды мұрагерлеріміз. Қазақтың байтақ жері, бабадан қалған ең асыл қазына, бұның бәрі қазақ жері. Атадан балаға мирас болған кең даланы сақтап қалу оңайға тиген жоқ. Баһадүр халқымыз небір жаугершілік замандарда еркіндік үшін қылыш сермеп, одан болған қиын кезеңдерде бостандықты аңсап өткені жасырын емес. Кешегі алаш арыстарының да игі мұраттары егемендік еді. Біз ата-бабамыздың асыл арманын орындап, осыдан 28 жыл бұрын тәуелсіздіктің іргесін бірге қаладық. Әлем қартасында Қазақстан деген азат ел пайда болды. Ол күндер оңайға соққан жоқ. Тәуелсіздіктің қиындықтарынан басталуы бізді үлкен жауапкершілікке жетеледі. Зауыттар тоқтап, тіршілік бұрылып қалғаны ел есінде. Сол ауыртпалықтарды бірлік пен татулықтың арқасында еңсердік. Мемлекетімізді аяққа нық тұрғыздық.